2022 жыл бүкіл әлем үшінде, Қазақстан үшінде оңай болған жоқ. Соған қарамастан Қазақстандағы Біріккен Ұлттар ұйымының даму бағдарламасы үздік әлемдік тәжірибелер мен сараптаманы қолдана отырып, қазақстандықтардың амандығын қамтамасыз етуге өз үлесін қосты. Тұрақты даму мақсаттарына жетуді ең маңызды міндет ретінде қоя отырып, біз әлеуметтік теңсіздікті азайту, институттарды жаңғырту, экономиканы әртараптандыру жөніндегі күш-жігерді қолдау мен табиғи ресурстарды орнықты басқару арқылы елдің өсу траекториясын сақтауға жәрдемдестік. 2022 жылы біз мүгедектігі бар адамдарға, балалы отбасылар мен егде адамдарға арналған жаңа әлеуметтік қорғау бағдарламалары мен цифрлық шешімдерді ұсындық. Біздің халықтың неғұрлым осал топтарына бағытталған кешенді шешімдеріміз миллиондаған қазақстандыққа көмектесті. Денсаулық сақтау секторында біз сатып алу тәжірибесі мен қызмет көрсету сапасын жақсартуға ықпал еттік. Біз зорлықшыл экстремизмнің алдын алуға және жекелеген өңірлердегі қоғамдастықтардың тұрақтылығын арттыруға баса назар аудара отырып, ел жастарымен белсенді жұмыс істедік. Біз мемлекеттік қызмет пен цифрлық трансформацияның тиімділігін арттыруға жәрдемдесе отырып, тыңдайтын мемлекет тұжырымдамасын қолдадық. Біз жаңа заңдарды әзірлеуге көмектесіп, бейбіт жиындар мәдениетін дамытуға үлес қостық. Әріптестерімізбен бірге біз Қазақстандағы гендерлік зорлық-зомбылық мәселесін шешудің ведомствоаралық тәсілдеріне байланысты жұмыс жүргіздік. Астана мемлекеттік қызмет хабының платформасында біз мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мен мемлекеттік органдардың есептілігін арттыру әлеуетін арттыруға ықпал еттік. Біз сондай-ақ сот жүйесіндегі іріктеу процесінің ашықтығын қамтамасыз етуге жәрдемдестік. Біз Қазақстандағы көміртекті бейтараптық стратегиясын әзірлеуге және Париж келісімі бойынша ел міндеттемелерін орындауға көмектестік. Біз жасыл экономика саласындағы жобаларды іске қосып, жаңа жұмыс орындарын аштық. Біз үздік ауыл шаруашылығы технологиялары мен экожүйелерді орнықты басқару тәжірибелерін пилоттық негізде енгіздік. Біз жаңартылатын энергия көздеріне инвестиция салу тәуекелдерін азайту жолдарын іздеп, қаржыландырудың жаңа тетіктерін сынақтан өткіздік. Біз Қазақстанның биоалуан түрлілігі мен экожүйелерін сақтауға көмектесіп, жергілікті қоғамдастықтардың мүмкіндігін кеңейтуге үлес қостық. Біздің экодаму несие бағдарламамыз жасыл бизнесті дамытуға және экотуризмді ілгерілетуге түрткі болды. Біз климатқа төзімділікті арттыру жолында шөлейттенумен күресіп, жерді қалпына келтіруге атсалыстық. Біз Қазақстанның 2050 жылға қарай ең дамыған 30 елдің қатарында болуға деген ұмтылысын қолдадық. Ол үшін біз күш-жігерімізді Қазақстандағы жұмыс күшінің біліктілігін арттыруға және жекеменшік секторын дамытуға жұмылдырдық. Біздің бағдарламаларымыздағы шешуші рөлді қашанда сенімді әріптестеріміз атқарды. Біздің бұлжымас мақсатымыз адамдардың өмірі мен планетаның амандығын одан әрі жақсартудағы жетістіктердің құлашын кеңейту.